Баршаңызға қайырлы күн. Естеріңізде болса, балалық шағымызда ауылда әжелеріміз осындай формада пештің шоғына нан пісіретін. Сол ыстық нанға сары майды жағып жейтінбіз. Және мен бүгін осындай формада нан пісіретін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрам өте қарапайым, 3-4 қана заттан тұрады. Мөлшерін описанияда қалдыратын боламын. Жып-жылы суға тұзды, құрғақ ашытқыны салып, араластырып аламыз да, үстінен ұн сала отырып, жұп-жұмсақ қамырымызды илейміз. Қамырдың басы біріккен соң, үстіне сұйық май құйып, сіңдіріп, биі қанғанша қамырымызды илейміз. Осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Қамырдың бетін жауып, 40 минуттай көтерілгенін тосамыз. Қамырымыз осындай болып көтерілді. Осыны енді тағы бір басамыз да, тағы жарты сағатқа көтерілгенше тосамыз. Біздің қамырымыз дайын. Осындай болып көтерілді. Келесіде формаларымызды сұйық маймен осындай кисточкамен көмегімен жағып шығамыз да, нанымызды саламыз. Нанды мен 3 формаға салатын боламын. Сондықтан қамырымызды теңдей 6 бөлікке бөліп, домалатып, формаларымызға саламыз. Осындай іс-қимылмен қамырымызды домалатамыз. Нандардың бетін жауып, 10-15 минут көлемінде көтерілгенін тосамыз. Және көтерілген соң алдын ала қыздырылған пеште 1 сағат көлемінде нандарымызды пісіреміз. Біздің нандарымыз осылай қызарып пісті. Және формадан алып, нанымызды суытамыз. Нанның сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шықты. Егер үйлеріңізде осындай әжелеріңізден қалған форма болса, міндетті түрде жасап көріңіздер.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сонымен қатар менің каналымда түрлі тағамдардың рецепттері бар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.